Әйгілі Қайраneке күйі туралы өздеріңізге кері тарихын сөйлеп беруді жөн көріп отырмын. Сау сәлеметтеріңіздер ме? Тойын парақшасындағы барлық өнерсүйер қауым, мен Ерлан Мұғамнан өздеріңізге жалынды сәлем. Алдыңғы уақытта айтқандағыдай, осындай бір күй шерту барысында сол күйдің автын, авторын және кері тарихын қосып айта кету деген сияқты пікірлерімді айтқам. Енді осы санда өздеріңізге халық арасында кең таралған әйгілі күйші Нұрымбай Сүлейменұлының Қайраneке күйі туралы, қалай шыққаны туралы өздеріңізге күй тарихын айта кетпекшімін. Мазмұн біраз ұзағырақ болуы мүмкін, соңына шейін шыдап тыңдаңыздар. Енді бұл мазмұны сіздерге толық әрі дұрыс жеткізу үшін осы бір тордағы материалға қарап оқып беруді жөн көріп отырмын. Ал құлақтарыңыз менде болсын. Күйші, композитор, бұқаралық мәдениеттің тете аға зерттеушісі Нұрымбай Сүлейменұлы 1956 жылы ақпан айында Іленің Текес ауданына қарасты Қарадала ауылының Қапсалаң қыстағында дүниеге келген. Әкесі ержете келе оқыған тоқығанын халқының игілігіне жаратқан бір ауылдың сыйлы ақсақалы. Сондай-ақ Қашадайынан қазақтың қара қорай сыбызғысын жаннан тастамай, ылғым заманның өнін жеткізген. Атағы мұқым елге жайылған сыбызғышы болған. Ал шешесі Жамалқан сөзге шешен өлеңші адам еді. Балапан ұядан ені көрсе ұшқанда сонат дегендей, Нұрымбай 7-8 жастан-ақ әкесінің сыбызғы тартатын күйлерін үйреніп, оны домбыраға бейнелеп шертетін. Тұлпор болар құлынды мүшесіне таныған талғамды әке баласына ақ батасын беріп, сол дәуірдегі Текес өңіріне танымал Мұхаметжан, Жабықбай, Шамұғын қатарлы халық күйшілерінің алдына апарып, шәкірттікке беріп күй үйреткізген. Ұлағатты ұстаздарынан тәлім алып ауылда бала домбыраш атанған жастарын аңшының зары, салгүрең, күйген шапан, қара жорға, сарыөзен, аққу, төрт жаяу, бес ұры тағы басқа халық күйлерімен қанаттанып, халықтық күй өнерінің тұнығына сусындап өсті. Міне осындай ұядан түлеп ұшар шағында сол кездегі заманның себебінен жазықсыз әке ауыр еңбек және рухани күйзеліс салдарынан 1978 жылы шілде айында мезгілсіз дүние салды. Бұны енді беки бастағанда әкеден айырылған балғын жас өмірдің ыстық суығын бастан өткеріп, ерте ес жиып, ерте қатаяды. Шерлі жүрегімен үндескен домбырасын ес көріп, ертеңін осыдан күтті. Десе де заман оңалып, жазықсыз жайыр көргендер ақталып жатқанда әкесінің жоқты жас таланттың жанын аяздай қарады. Ата қыраннан айырылып, жартасты жаңғыртқан тас түлектей шарғыра сол бір аяулы жанды іздеді. Бірақ сәбейінен маңдайынан сылаған, таңдайына өнердің уызын сыйлаған мейірлі қамқор адамның енді қайтып келмесін сезді. Сезді де сыйласына, мұңдасына айналған қара домбырасына қол созды. Әкеге деген шексіз махаббаты мен сағынышын саз қанатына қондырды. Қайғылы жылдардың қасіретін сағынышқа оранған көкіректің шерлі үнін киелі домбыраның шанағынан бебеулетіп, боздатып, күй қып ұшырды. Ол күй мұңлы жылдардың музасына айналған, қазақтың күй айдынына қосылған көміс бұлақ, жазықсыз мерт болған әкелерге қойылған ескерткіш іспетті атақты Қайраneке күйі еді. Бұл күй алғаш рет күйшінің өз орындауында Шинжан халық радиосынан өнер сахнасына жол алып, халық арасында кең таралса, кейіндеп күйші, композитор Құрманжан Закарияұлы, сыбызғышы Ақажан Сәдібақасұлы, музыканы Тұрғын Камалұлы қатарлы өнерпаздардың орындауында аспаптық музыкамен тіпті де әрленіп, айшықталып, халықтың сүйікті күйіне айналды. Қайраneке күйімен қанаттанып, халқымыздың күй өнерінде өз тұғырын беріктеген күйші, композитор Нұрымбай Сүлейменұлы күй жасампаздығына мықтап кірісіп, өнер сапарында толып жатқан қағысы бөлек, қанатты, иірімді, ойлы күйлерді жаратып, өзіндік стиль қалыптастырды. Бүгінге дейін қарт толғауы, дала сыры, күй пиуамы, ыстық ұя, құстар салтанаты, ата мекен, әсем толғау, сағынаш, Қайраneке, ана мейірі, қос аға, таңжарыққа арнау, чалқыма, әлдей бөпем, сырласу, ғасыр аунаған, шашу, Текес толқыны, Бейжіңгір сияқты 40-тан астам күй жаратса, ән жасап базғыдана ден қойып, қара жоным, гүл үздім саған арнап. Текесім гүл қаламсың, ілем менің, қатарлы 20-ға жуық ән жазды. Күйшінің күй жасампаздығы жөнінде
Күйші, композитор, мемлекеттік бірінші дәрежелі музыкант Құрманжан Зікәрияұлы былай дейді. Нұрымбай Сүлейменұлы негізінен шертпе күй дәстүрін ұстанған күйші. Оның төрешестуында музыкалық образдардың ауқымы өте кең. Формасы жағынан бір жүйеге түскен кесек туындылар. Ол домбыраның аспаптық музыкадағы орнын жоғарлату, домбыраның әуендік саздарын құбылта түсуде өзіндік дәстүр қалыптастырып, көптеген құнды күйлер жаратты. Күйлер ат-затына сай қуатты дүниелер болып, қоғамдық өмір мен табиғат дүниесіндегі түрлі құбылыстарды домбыраның қос шек арқылы образды бейнелейді. Содан да болар Нұрымбай күйлері ішкі мазмұнға бай, толғамдары терең, әуен сазды, мұңды болып келеді. 1999 жылы желтоқсан айында әйгілі күйші Қаршыға Ахмедияров Бейжің қаласында Нұрымбай Сүлейменұлы мен Құрманжан Зікәрияұлын қабылдап, сыр сұхбатта болып, күйшінің күй жасампаздығына биік бағасын берді.